Assalamualaikum достар, сіздермен бірге мен Крейзи. Бүгінгі видеода мен сіздермен бірге Қазақстандағы үздік ойыншының настройкасын көрсететін боламын. Егер сіз бұл кімнің настройкасын екені қызық болса, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Как раз соңында өзімнің сүйікті подписчиктерім үшін 1000 алмазға конкурс ойнататын боламын. Сондықтан да осы видеоны бірде-бір секунд өткізіп алма. Ал біз бастайық. Сіздер үшін Қазақстандағы ең үздік ойыншы кім? Біреулері Нурс деуі мүмкін, екіншісі қазақша дейді, бірақ та мен үшін ең мықты ойыншы ол Дамир. Мен оның ойынын көрген кезде вообще в шоке болдым. Ол соғыспен ойнап жатқан сияқты болды. Ал қазір менің сүйікті подписчиктерім үшін менің қолымда Дамирдің настройкалары бар. Менің өзім немного в шоке болып отырмын, бұл настройкалар маған қайдан келді, мен өзім білмеймін. Енді дәл осы настройкаларды сіздермен бірге тексеріп көргім келеді. Бірақ та алдымен осы видеоға лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Вы примите спину, біз видеоның басты идеясына көшейік. Алдымен телефондағы настройкаларды тексеремін. Қане, менің артынан қайталаңыздар. Телефонның алдымен настройкасына кіріп, минимальный ширина деген параметр тауып аламыз. Ол режим разработчигінің ішінде болады. Егер режим разработчикті қалай қосты десеңіздер, осы көрсетілген видеоға кіріп қарап үйреніп алыңыздар. Кейін сол жерге 498 деген DPI-ді жазамыз. Достар, қайталап айтамын, 498. Кейін үстіне анимация дегенді 1.5x-ке қойсақ жеткілікті болады. Енді көріп тұрғандарыңыздай ойынның ішіндеміз. Осы жерде чувствительность деген жерге өтіп, барлық настройкаларды 200-ге дейін көтеріп тастаймыз. Ал кнопка огняны 44-ке қойсақ жеткілікті. Дәл осындай чувствительность пен осындай кішкентай кнопка огня арқылы біз нереально мощный оттяжка жасаймыз. Кәне көресіздер өздеріңіз. Міне осымен де настройкалар бітті. Енді тезірек ойынға кіріп тексерейік. Мен ультиматумда тексергім келіп отыр. Так, достар, көріп тұрғандарыңыздай мен уже ультиматумдамын. Маған бұл сенса қатты ұнап жатыр, маған удобно осындай сенсамен ойнаған. Енді көрейік. Бірінші раунд басталды. Противникті көріп тұрмын. Кәне. Шападан ба! Бірінші патроннан қадап жүргенсің оны. Білмеймін, рандомка емес па, бірақ та маған бұл оттяжка, таза оттяжка ретінде көрінді. Екінші раунд басталмас бұрын комментке кіріп, бұл катка қандай шөтпен бітеді деп ойлайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Мына жақ қора болып жатыр, кәне. Оппана! Екінші хетті аямай жазып жүрдім. Чотко шураты бұл настройкалар. Енді мен осы каткады және тағы 2-3 катка ойнайын, сондағы үздік хайлайттарды сіздермен бөлісейін. Бірақ та оған дейін сіздерге осындай Дамирдің настройкасы сияқты өте мықты настройка қажет болатын болса, дәл осындай настройкалар сіз менің ВК парақшамда таба аласыз. Ол қандай настройкалар деп сұрауыңыз мүмкін. Міне видеода көргендей осындай настройкалар таба аласыз. Ссылка описаниеда бар. Және менің ВК мен Telegram описаниеда бар. Дәл осындай мощный гарантиясы бар настройка іздеп жүрсеңіздер, менің сілтемеге өтіп, осы жерлерде настройка сатып алыңыздар. Егер настройкаларыңыз ұшпай жататын болса, сіздер оны тегін ауыстырып ала аласыздар. Бірақ барлық настройкалар біздің клиенттеріміз үшін индивидуально жасалады. Сондықтан да бүкіл настройка 100% басқашады. Сондықтан да өз мүмкіндігіңді өткізіп алма. Видеода ойнаған кезде описаниедағы сілтемеге өтіп, имбовый настройкалар сатып ал. Достар, өздеріңіз көргендей Дамирдің телефонға деген настройкалары өте мощный, бірақ та бір 8-дің 10-ның 8-а осы деген баға беріп отырмын. Мен өзіме шын айтсам, өте қатты ұнады. Сіздерге де осы телефондарға настройканы істеп көріңіздер. Енді давайте келесі настройкаға өтейік. Бұл келесі настройка ПК-дағы ойыншыларға арналған настройка. Ребята, мен өзімнің подписчиктерім үшін Дамирдің ПК-ға арналған настройкаларын тауып алдым. Енді көрейік. Бұл жерде былай көрсетілген, алдымен BlueStacks-тағы X пен Y-тің сенсасын 1.115-ке қою керек дейді. Бұл өте высокий сенса мен үшін. Мен өзім осыған дейін 0.5 деген ойнап көрген. Енді көрейік қалай болады екен. Сосын BlueStacks-қа кіріп, кнопка огняны чувствительность 70-ке өзгерту қажет екен. X пен Y-ті 70-ке қоямыз. Сосын обзорды 10 және 25-тің аралығына қойып қойсақ, бүкіл патрон басқа қадайды делінген. Тексеріп көрейік, бұл рас па екен? Мен осы настройкаларды қойып қойдым, көріп тұрғандарыңыздай барлық настройкалар жасадым. Шешеме артыңызда жүріп алыпсың ба сол жақта?
Достар, дәл осындай шатын Дамирдікіне настройка іздеп жүрсеңіздер, описаниедағы сілтемеге өтіп, дәл осындай мощный, сочный, восточный настройкалар сатып ала аласыздар. Бұл настройкаларға мен оны деген баға беремін. Видеоның соңына да келіп жеттік. Сіздерге пайдасы көп болды деп ойлаймын. Міне бұл настройкалар Дамирдің өзінің настройкалары, прикиньте достар, өзінің настройкалары. Мен олар сіздерге тегін беріп жатыр. Ал енді мыңыңызға конкурстың шарттарын айта кетейін. Біріншісі, осы роликке лайк басу. Дәл осы видеода 1000 лайк жиналатын болса, аямай кеметтен жаңа видео шығаратын боламын. Екіншісі, комментарий қалдырып кетіп, осы способ сізге көмектесті ме, көмектеспеді ме, настройка ПК-да немесе телефонда ұшты ма, ұшпады, оны бүкілін жазып кетіңіздер, мен бүкілін қараймын. Және үшіншісі, ол менің арнама тіркелу тезірек менің қазақ каналымда 20 000 подписчик жинап алайын. Бұл менің таза қазақ бауырларыма арналған настройкалар. Сондықтан да достар, күндеріңіз сәтті өтсін. Ал